Сәлем, менің каналымның оқырмандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ажал аузындағы махаббат. Бір жұп ғашықтар болыпты. Жігіт әлсіздеу, жасқаншақтау болса керек. Қашанда қиындыққа жолықса, алдымен қалыңдығын сынап көруге мәжбүрлейтін болса керек. Ал бойжеткен осы үшін назаланатын. Күндердің күнінде теңізге саяхаттай шыққан қос ғашықтың қайығы дауылға жолығып аударылыпты. Әзер дегенде қайықтың сынық ағашын ұстап аман қалған олар амалсыз әлде қайдан келер көмекті күтумен болыпты. Батыл қайсар бойжеткен жігітін сынап көрмекке «Сен қорқасың ба?» деп сұрайды. Көзінде үрей тұнған жігіт жалма-жан қалтасына үнемі салып жүретін пышағын алып, егер әлде қайдан қатер төнер болса, алдымен сені қорғаймын, депті сеніммен. Дәл осындай қатерлі сәтте мынадай батыл шешімге риза болған бойжеткен іштей риза болыпты. Көп өтпей үлкен жүк кемесі бұларды байқап, құтқаруға келе жатады. Қуанышы қойнына сыймаған қос ғашық дәл сол сәтте өздеріне таяп келе жатқан жыртқыш акуланы да көреді. Қорқыныштан қалқыма ағаштан ұстап қалған күйеуі мелшиіп қалған жігітке бойжеткен: «Тез ана кемеге бар күшімізбен малтиық, мүмкін аман қалармыз, тездет», деп айқай салыпты. Бірақ жігіт қызды бар пәрменімен итеріп жіберіп, өзі бөлек жүзіп кетіпті. Бұған аңырап қалған қыз сол сәтте қатты күйзеледі. Төніп келе жатқан ажалға амалының жоқтығын біліп, іштей қайғырады. Бақытына орай әлгі жыртқыш оның қасынан келсе де, оған бұрылмастан, жігіт малтып кеткен жаққа қарай өте шығыпты. Бейшара жігіт әп сәтте акуланың аузына ілінеді. Жан таласып жатқан сәтінде бар даусымен «Мен сені сүйемін» деп айғайлапты. Аман қалған бойжеткен есін жинағанда кемешілердің қорқақ жігітіне аза білдіріп жатқанын көреді. Кеме капитаны қыздың жанына келіп, оны жұбата: «Бикеш, осы өмірімде көрген ең ержүрек азамат сіздің жігітіңіз. Оның өлімі үшін қайғырамыз, сабыр етіңіз», дейді. «Жоқ, ол барып тұрған қоян жүрек. Мен ештеңеге қайғырмаймын», дейді қыз жасын сүртіп. Кеме бастығы бойжеткеннің бұл қылығына түсінбей: «Қалайша оны кінәлап тұрсыз? Мен бәрінде бақылап тұрдым. Мен оның сізді кеме жаққа қарай итеріп жібергенін соң өз білегін тілгенін көрдім. Ал акуланың қанға деген сезімталдығы өте күшті. Егер ол бұлай істемегенде, сіздің аман қалуыңыз мүмкін емес еді», дейді сабырлықпен. Мейлі қаншама әлжуаз, қорқақ болса да, шынайы сүйіспеншілікке толы жүрек өмірдің ең бір қатерлі сәттерінде өз махаббаты үшін құрбандық беруден бас тартпайды.